АБК студиясынан аударған және дыбыстаған Эмма. Blackpink House 5-ci bölüm. Jennie'дің саяхаты. Теңізге барайық. Сау бол. Біз әлі ораламыз. Сау бол. Біз енді шамамен қорқып отырмыз. Менде теңіз ауруы. Менде шынымен теңіз ауруы. Сендерге қызық емес па? Сау бол. Аман сау оралыңдар. Мен оған мінгім келмейді. Мен қорқып тұрмын. Қайық неге тез? Не айттырсың? Қазір ұшатын уақыт. Ұшатын уақыт келді. Өте қорқынышты көрінеді. Мен барайын. Лиса бірінші ұшат. Жау жүрек Лиса. Мен шынымен де ұшам ба? Иә, ұшасың. Лиса, сау бол. Қорқам. Мен көтеріліп жатырмын. Әрбір айғаймен Лиса ұшып жатқанын сезінуде. Тұра тұрыңдар. Ух ты. Өте биік. Тым биік деймін. Шынымен де биік. Бұны түсіру керек. Мені естіп тұрсың ба? Жауап берші, өтініш. Қазір ыңғайсыз уақыт, бірақ бәріміз бірге осында келгеніміз жақсы болды. Біз бұл жерден кетпей тұрып, жақсы естеліктер жинағым келеді. Және өте көп. Достар, мен сіздерді жақсы көрем. Тағы гидроциклге отырғым келіп тұр. Ақшам көп болғанда өзіме гидроцикл алғым келеді. Мен де оны гаражда сақтауға болады. Керек кезде оны көлікпен алып кетесің. Ал теңіз ауруын не істейсің? Аяғын жинап ұшуда. Апа! Егер құласаң, өте жаман болады. Себебі мына жер өте биік. Сенімсің бе? Мүмкін емес. Бұл мен Ким Джесу. Қалай ұштыңдар? Сендерді күте беріп шаршадық. Біз өте биікке көтерілдік. Мен көрдім, өте биік болды. Қызық болды, қызық көрінді. Сен оған ұша алмайсың. Неге? Ол үшін ұзаққа бару керек. Ал сенің теңіз ауруың? Қайық қатты шайқалды ма? Шыдауға болады, бірақ сенің теңіз ауруың бар ғой. Ух ты, өте қызық көрінеді. Ал қиын болды ма? Роза екеумізге де байқап көру керек. Дженни мен Роза қайыққа мінді ма? Қате, орнына Лиса кетті. Мені қуаныштан басымен алып тұр. Алға, биік жерлерді ұнатам. Қаласаң жалғыз барайын? Жоқ, бәрі жақсы. Егер сен жалғыз болсаң, сені кім суретке түсіреді? Оның бірінші ұшуы, сондықтан мен оны суретке түсіргім келген. 사진도 남기고 싶어 하고 그럴 것 같으니까. Қапалы, Дженни. Биіктікке қарай алға. Өте керемет. Мен сондай бақыттымын. Розаның жанында ауада және бір нәрсе бар.
Батправық, сәлем. Сәлем. Чиен аман есен оралуда. Сенде бәрі жақсы ма? Өзіңді қалай сезініп тұрсың? Я, бәрі жақсы. Әне алдыға қара. Лейсаның қайықта жүргеніне 2 сағат болды. Менде де теңіз ауруы бар. Ол менде де бар. Басым айналып тұр. Не, басым айналып тұр ма? Қалайша? Менде бәрі жақсы. Қалай екен? Өте қызық болды. Ауада жүргенде 1-2 нәрсе айттың ба? Әрине. Не айттың? Жоқ, бұл сыр болсын. Неге? Осы эпизод шыққанда білесің. Маған айтасың ғой, я? Біз доспыз ғой, айтсаңшы. Мен біздің мемберлерді жақсы көрем. Сәлем! Лиса! Кейде біз ұрсысып жатсақ та, мен сені қатты жақсы көрем. Сен керемет досың. Олар кейде сөзге келісіп жатса да, бір-біріне өте қамқор. Лиса мен Розе ең керемет құрдастар. Бірінші солға, сосын оңға. Демді дұрыс ұстау керек. Алға! Лиса орнында отыралар емес. Алға! Біз суға құлаймыз ба? Мен қорқып тұрмын. Біз жай ғана осы төңіректі қарайын деп келдік, окей? Қане, жай ғана ақырын жүзіп, айналаны қарап шығайық. Егер бізді суға құлататын болсаңыз, ешқандай ақша төлемейміз, түсінікті ма? Оның үстіне бізде онсыз да ақша жоқ. Оларды шағыстырма. Оларды шағыстыруды доғар. Лисаның ұсынысы қабылданды. Қаттырақ қысып ұстаңдар. Тағы бір рет. Мен қатты қорқып тұрмын. Біраз уақыттан бері бұндай болмап еді, құдайым-ау. Жылдамдық қосылуда. Бізді құлатсаңыз ақша алмайсыз. Ал мынау баяулатылған түсірілім. Қыздар, нұсқауға құлақ асамыз, сонда құламаймыз. Алдында капитан Дженни. Нұсқауға құлақ асамыз, сонда құламаймыз. Бұл сен айтқандай оңай емес. Сендер шынымен құламайсыңдар ба? Суға құлау. Бұл қиын болды әрине, бірақ суға құлағанмен бәрімізге қызық болды. 되게 재밌었어요. Бесінші айналым, Blackpink, самой үйдегі тур. Аралда кеш батуда. Пейзаж өзгерді. Blackpink'тің самой үйдегі кешкі серуені. Олар бізді романтикалық жерге алып барды. Күндізгі шытырманнан кейін қыздардың қарны ашып қалған. Мәс саған. Көрінісі ғажап. Мен тамақтанбасам қарным ашып тұр. Мен осында келгелі асқазаным үлкейіп кетіпті. Қаласаң бөлсейік. Лиса мен Розе тіпті тамақ үстінде де бір-біріне қарайлап отыр. Дәмді. Розе тамақтан үстінде дыбыссыз режимге түседі.
таңғаларлық тамақ шайнайтын аппарат. 뭔가 신기하다 이런데. Біз мұхиттың жанында екенбіз. Толқын даусын естісіңдер ме? Тамақтанып болған соң барайықшы. Мен саған осы уақытқа дейін мұхит жанымызда болған. Мұнда не бар өзі жарқырап тұрған? 반짝반짝거려? Түнгі базар. Мә, саған. Ол жерде не бар? Самауидегі танымал жер. Түнгі базар мен саяжай. Олар отты айналдырып жатыр. Бұл мен айтқан фаер-шоу ғой, отпен ойнайтын. Қане тамақтанып болған соң сол жерге барайықшы. Басын қыдырумен бастайық та. Лисаның саяхаты. Түнгі базарға бара жатырмыз. Тай тілінде түнгі базарды не деп айтады? 야시장 딸랏 딸랏낫 딸라나. 딸랏낫 Тағы бір рет қаталаршы. 딸랏낫 딸라나. 딸랏낫 딸라. Егер тай тілінде сөйлей алмасаңыз, Лисадан үйреніңіз. Бізге не айту керек болады? Қанша тұрады? Қымбат. Барлық нұсқа. Менде ақша жоққа келіп тіреледі. Өтініш, маған жеңілдік жасаңызшы. Мынау қанша тұрады? Сатып алушы Ким Чи Су. Өте қымбат қой. Актрисалық ойынға тәжірибе. Өтініш, маған жеңілдік жасаңызшы. Менің ақшам жоқ еді. Сөйлеу тәжірибесі ең үздік. Лисаның саяхаты түнгі базар. Қуанышымда шек жоқ. Чавен көшесі Самауидегі ұйықтамайтын көшелердің бірі. Түнгі базар мейрамханалар мен ойын-сауық орталарымен көршілес. Бұл түнгі базар ма? Иә. Бұл жай сол базар тұрған көше. Мә, саған мына заттарға қарашы. Мә, саған. Қалай екен? Керемет. Тезірек жетсек болар еді. Гүл. Мына сөмкені қарашы, сондай әдемі. Мынаны басымызға қыстырып алсақ қалай? Үлкені 50-ден, ал мыналары 60-тан. 50이고 얘네가 60이야. 근데 그 Олардың айырмашылықтары көлемдерінде. Үлкені әдемірек, иә? Ал кішкентайы сүйкімді. Меніңше қыздар таңдай алмауда. 미니 커서 어차피 상관없어. Мыналар ерекше көрінеді, мыналарды алайықшы. Бізге таңдашы. Тоқта. Алдымен киімдеріңе сәйкестендіру керек. Біз бәріміз күліп тұрамыз. Ақ гүл Дженниге. 마지막에 흰색 꽃. Мен бұны жай ала берейін бе? 않을까? Қыстырып қойда сатып алатынымызды айт. Қандай әдемі? Гүл өте әдемі. Тура мені марапаттағандай сезім болып тұр. Келесі марапаттау Ким Чи Суге. 지선이 이 색깔. Жарқын қызғылт, ернімен түстес. Мынау сенің шашыңда өте әдемі көрінеді. Чиенға мынау тура келетін секілді. Мынау ма? Жақсы. Мен мынаны алғым келген еді. Мынау жақсы ма? Өзіндегі таңдауға үлкенірек көңіл бөлуде. Жақсы, мен онда мынаны аламын. Барлығы таңдап болды. Hey boy, Make 'em whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, blow up. Мен Лисадағыдай сөмке алғым келеді. 저 예쁜 이렇게 사이드백. Мен де дәл сондайын алғым келеді. Every time I show up. Мен осы жердікін алғым келеді. Ал мынау ше? 쟤네 귀엽네. 나도 좀 Ал маған не сен ұнайды? 이런 거는 Меніңше мынаусы да жақсы. Иә. 데님이 이건데. Міне мынау да жаман емес сияқты. 이거. Маған мына жоғарыдағы ұнайды. Барлығы таңдап болғаннан кейін Дженни өзіне ұнағанын алмақшы. 귀엽네. 이거 Меніңше әдемі? Иә. Бастапқы дәрежедегі тай оқушысы өз дәрежесін көрсетуде. Ғажап. 맞아요. 좋아. Әдемі, керемет. 이거. Мынаны алсаңшы, иә? 들어갈 것 같은데? Саған жарасады екен. 어울려. Әдемі. Ей, біз бірдеңе көрмедік қой. Біз мынаны жеп көрмесек болмайды. Ол не? Құймақтар. Құймақтар. Қане, көрейік. Міне, дүкен ашылды, қараңдар. Одан да басқа жаңа нәрселер көріп қалды.
Сенің жақсы көретін жұмыртқадан жасалған құймақтар. 아직도 내 Мен суретке түсіруім керек. 아침이 밝는 소리에 꽃은 좀 마치 폈는데 여전히 Мынау не өзі? Май қайнап жатыр. Мен оны көп банан қосып жібердім ма деп ойласам, банан әлі қосқан жоқ. Мынау не? Дәмді көрінеді екен. Керемет. Көрінісі қашап. Мәз саған. 오케이 오케이. 컴컴. Таиландтағы ең үздіктердің бірі. Дәмді сынай. Барлығы қайда кеткен? Олар майда дайындайды екен. Көрінісі керемет. Олар майға майды қосады екен. Құдай-ай, дәмін көргім келіп тұр. Олар ана жерде екен ғой, бәрі жақсы. Мына құймақтар өте дәмді. Олардың аты Рокки. Сөйлей беру үшін тым дәмді. Нағыз мен қалағандай екен. Саған ұнағанына қуаныштымын. Құймақты кішкентайлар үшін де алды. Ақшасын жеп болғаннан кейін төлеуде. Бізде ақша жоқ. Ақша жоқ па? Чеон бос емес. Жесудың басқа жоспары бар. Чеон, біздің ақшамыз жоқ. Ақша жоқ. Олардың ақшасы жоқ па? Ақшам бітіп қалды дейм. Ақшамыз жоқ дегеннен кейін жарық өшіп қалды. Олар есеңгіреп қалды. Біз бұзғындырға ұқсаймыз ба? Аяқ астынан жарықты өшіріп қойды. Роза көмекке асығуда. Бұл жерде 200-дің арысы берсі. Тәбет көңілді көтеруде өте дәмді. Мен де жеп көргім келіп тұр, маған да берші. Нағыз сауық кеш енді басталуда. Чавен саябағына жол тартуда. Жарқын от сәулелі орын қайда екен? Саябақтың ішіндегі бар мен клуб. Қаладағы ең үздік жердің бірі. Су боп қалмау үшін аяқ астына жақсылап қарап жүріңдер. Біз келдік. Мұхит дәл алдымызда тұр. Мәссаған. Саябақтағы танымал отты шоу. Қыздар айтқан от ойын әні осы ма? Playing with Fire. Есіңізге ештеңе түсіп тұрған жоқ па? Playing with Fire самой үйдегі нұсқа. Әлемдік тұсаукесер. Бұл нағыз от ойыны. Ыстық болып кетті ғой. Олар сенен ыстық па деп сұрады ма? Салқындау үшін сусындар. Біздің бірге өткен бірінші саяхатымыз үшін.
Біздің еркін қыдыруымыз бұлай жиі бола бермейді. Егер Кореяда осындай мүмкіндік туса, қайда барғыларың келер еді? 한국에서도? 나는 그럼 Мен жағажайда атпен шомылатын киіммен жүргім келеді. 바다에서 말을 타는 거야. Атпен шомылатын киімде? Құдайым-ау! Horseback riding on a beach. От ойынынан да қауіпті естіледі. Басқа мемлекеттерде бұндайды жиі кездестіруге болады. Мен ойын-сауық орталығына барғым келеді. Мен басқа адамдарды ойламай, көңілімді көтергім келеді. Керек кезінде қыздардың әні қосыла қалды. Бізге бұндай үлкен назардың қажеті жоқ. Мынау снес. Біз үнемі бір жерге тамақтануға барғанда әнімізді елемеуге тырысамыз. Билесек болады ма екен? Ең болмағанда осылай істеуге болады. Айна сүртеміз. Қазір отты шоуды қарағаннан да ыстық болып тұр. Европалықтар да бұны билейді. Лиса, олармен такси бейін билеші. Кеш жұлдызы Лиса би орталығында. Розе де оған қосылуда. Өте көңілді отырдық. Лисаның кеші ең көңілдісі болды десек те болады. Бэкпинктің шетелдегі бірінші саяхаты. Өзіңе назар аудармастан. Еркін көңіл көтеруде. Қыздарды өзіне ерекше нәрселер тартты. Бірінші саяхат әрқашанда көңілді. Лисаның саяхатының арқасында кеш одан әрі ыстық бола түсті. Келесі күні аяқ астынан жаңбыр. Енді не істейміз? Достар, тағы да жаңбыр жауып тұр. Айтарға сөзім жоқ. Я, үнемі осындай жаңбыр. Мен осылай боларын сезгенмін. Суық. Біздің тайлық қанаттарымыз жаңбыр жаумауын дұға етеміз деген еді. Бірақ біз оянғанда жаңбыр жауып тұр екен. Жаңбыр бізді қуалап жүретін сияқты, дүйсенбеден жұмаға дейін. Бұл біздің күнәміз емес қой. Жаңбырдың басылатын түрі жоқ секілді. Бұндай күндері жаңбырдың даусын естіп ұйықтау керек. Бұл қыздар келісімді өте жақсы біледі. Қыздар 12 сағат ұйықтауды жоспарлауда. Ал Розе мен Лисаның бөлмесінде не болып жатыр екен? Жаңбыр керемет көңілге сыйлап тұр. Солай ғой? Маған ұнап тұр. Қайталанбастан. Ән ырғағына үйлескен мінсіз топ. Тоқтама. Осылай әрі қарай да жаттығу жасай берейік. Соңына келгенде бәрі күлкіге айналды. Ауырттың ғой. Бұл не, слайм ба? Осылай отырған күшті. Мен мынадан күріш бәлішін жасамақшымын. Самуидегі күріш бәліш. Дайын болды. Ол тым кішкентай. Мынаны қарасаңшы, мен санпион жасадым. Сол жақта үлкендер, оң жақта кішкентайлар. Бір топта әртүрлі қызығушылық. Жаңбыр әлі тоқтайтын емес. Розенің саяхатына уақыт келді. Бұл Чеон мен Жисудың саяхаты. Мен өзімнің саяхатында қыздармен зиплайнға отырғым келген. Қыздар биікке көтеріліп зиплайнда ұшпақшы болған.
Чион, әлі далада жаңбыр жауып тұр ғой. Бұны жаңбыр жауса да ұша беруге болады екен. 비와 또 탈 수는 있대요. 그래서 비 Біз арнайы киімдер киіп алып, оны жасай беруімізге болады. Мұнандай ауа райында рас айтып тұрсың ба, жаңбырға шыққым келіп тұрған жоқ. Мен көп ойландым, барсақ па, әлде жоқ па деп. Қане кеттік, отырсақ отыра береміз, одан да шешім қабылдайық. I'd like to be your rocket on the top of the world. I'll be as quiet as a mouse. Мұнда дүкен бар екен. Қыздар мүмкіндікті жіберіп алмайды. Үлкен екен. Қосымша пункт дүкенде көңіл көтеру. Топ қатысушыларының көңіл күйлері жақсы. Мен тағы да не сатып аларымды білмей тұрмын. Лиса, мынау кокос шырыны ма? Мынау не өзі? Лиса, мынау дәмді ме? Лиса дедім саған. Бәрін жай ғана Лисадан сұраңдар. Мынау сүйкімді нәрсе ғой, ә? Мынау не? Жәшік толған снектер. Көлікке тонна азықпен қайтуда. Лиса жейтін тағамдарды жақсы таңдайды, е? Оны біздің әріптестеріміз жарнама жасайды. Олар жарнамаға түсіп, мына снектерді алады. Біз де жарнамаға түскіміз келеді. Жарнамашылар, бізге де қараңдар. Біз кептірілген балдырды әдемілеп тұрып жейміз. Бұл не, джунгли ма? Джунгли? Мына жердің биігін қараш. Чейонның саяхаты. Ғажап! Сендер көңілді болады деп ойладыңдар ма? Біз жоғары бар жатырмыз ба? Бұл сондай экстремалды болады деп ойламаппын. Мен шаршадым. Аспан сұр түсте болуы мүмкін, бірақ қыздар әлі де қызғылт түсте. Жаңбыр жауып тұр. Мен дым көріп тұрғам жоқ. Кеттік. Алға. Мына қол сондай бір түрлі. О, расымен де. Бұл қыздың ойы мүлде басқа жақта. Меніңше мынау қиын секілді көрінеді. Мәссаған, қолыңнан келмейтін секілді ме? Мен биіктен қорқамын, сондықтан да төменге қараған маған мүлде ұнамайды. Мүлде ұнамайды. Чейонның саяхаты қорқынышты. Бұл парасейлингнен мүлде басқаша. Джису, болсаңшы. Зиплайнның алдындағы қауіпсіздік шараларын үйрену міндеттеледі. Қауіпсіздік белгілері қорқынышты. Қатты қорқынышты. Уайымдаудың қажеті жоқ, барлығын бақылаймыз деді ғой. Қалай сен уайымдамайсың? Джису Чейон үшін батыл болуға тырысуда. Мен тірі қалам ғой, ә? Розе дайын. Лиса дайын. Дженни дайын. Мен әлі жоқ. Қорқынышты. Джисуды қорқыныш жеңуде. Алға, кеттік. Бізде бәрі жақсы болады. Мына жерде басқыштың қиындықтары бар. Бұның ғажап болатын уәде етуде. Мен бұл жайлы көп ойладым. Мен қорқып тұрмын. Қай кезде маған қорқынышты болмайды екен, қай кезде жүрсем екен? Кімнің нешінші болғаны маңызды емес. Кім бірінші барады? Мен. Кішкене қобалжуда. Менде кішкене емес. Мен кеттім, сәттілік. Сәттілік, сау бол. Ең қарапайым басқыш. Мүлде қорқынышты емес.
Biroq qarao qo'rqinchli ekan. Sayohat uyushtiruvchi dayın. Berib baylandi. Bu sonday ko'ngildi. Qavipsiz qo'nuv. Alg'a, Lisa. Qo's sekildi shuda. Ey, kim bor? Lisa ushib kete salsmen. Jesu odan nari qo'rquvda. Ular uni iтерib jiberdi. Kelesi sen. Onun qimildaytın turi yo'q. Qo'rqib turman. Tim biye ko'rib tursiz, mening oyoqlarim qaltirab tur. Yet, ne isteyim? Xudoyim-ov, ne isteyman? Sening qo'lingdan keladi. Ol aqrin tusudi. Qo'rqinchlisi. Keremet sezim. Qalay ekan? Jomon emas. Ары qaray yo'l tortamiz. Kelesi bosqichga ko'chamiz. Masagan mana o'rmonning ishinde. Xudoyim-ov. Ne bo'ldi? Qizlar kelesi bosqichga o'tish uchun o'rmonda kesib o'tish kerak. Mening oyog'imdagi oyoq kiyim ыңгайсыз. Бұл барып тұрған альпинизм. Және қайтадан жаңбыр жауда. Мен бұндай істерде ешқашанда жақсы болмағам, сондай қиын. Менің аяқ киім бұндай жерге тура келмейді. Зиплайнға бара жатқанда спорттық аяқ киім киген жөн. О не, сенде бәрі жақсы ма? Мен Джесумын ғой, менде бәрі жақсы. Сенімсің бе, көрінісіңден нашарсың. Мынау маймыл емес пе? Меніңше адамдардың даусы. Мен бұны экстремалды болады деп мүлде ойламаппын. Ал мен саған айттым ғой. Мен жерге түскенде бәрі бітеді деп ойласам, мен де солай ойлаппын. Екінші басқыш 20 минутты қара қашықтықта. Біз қазір не естідік? Біздің Джесу өзгеріп кетті. О, аяқ киіміңіз. Мен бұл сандариді сақтап жүретін ойым жоқ. Менің аяқтарым, неге олар көгеріп кеткен? Олар көгеріп кетіпті. Жарайды. Ол бәрі жақсы деді, бірақ... Ал менің аяғым ше? Оның аяғы көкшіл түске боялып кеткен. Сморфик. Оның түсі тырнағының түсіне ұқсап кетіпті. Бұл қалай болғаны? Алға. Екінші басқыш биігірек, ұзынырақ. Бұл қалай болған? Не істейм? Тіпті денем тітіркен кетті. 안전주의. Ұшып бара жатып айналаға қарауда. Онымен қоса таза ауа. Керемет! Мен өзімнің қиялымда өмір сүремін. Қыздар 4-ші басқышқа келіп қалған. Меніңше бұл қыз қиналып тұр ғой деймін. Жылдамдық артқан сайын сезімдерді күшейе түсуде. Мәссіған керемет! Тым жылдам! Жұптасып жүру қорқынышты азайтады ғой, е?
Қыздар 9-шы басқышқа жетті. Мәссаған, мен Тарзанмын. Мен басында расында да қатты қорықтым. Бірақ мен тауларды жақсы көремін. Ол жерге барғаныма қуаныштымын. Өзімді Тарзан болып сезініп көрдім. Маған қатты ұнады. Өз қорқынышын жеңді. Қараңдаршы, қандай әдемі. Шынымен де әдемі, көрініс ғажап. Күн шығып тұрған кездегіден мүлде басқаша. Тұман сан қосып тұрғандай. Меніңше жаңбыр көрінісі ерекшелеп тұрғандай. Самуи, сен шомылып жатырсың ба? Мәссаған, мына ағаштарға қарашы, әдемі көрінеді. Пальма секілді. Ғажап көрінеді. Оның барлығы кокос өсетін пальма. Бұл әлі соңы емес. Соңғы басқыш төмен қарай жүреді. Біз қазір мына тесіктен төмен түсуіміз керек пе? Бізге бұл жалы ешкім ештеңке айтқан жоқ қой. Тек ақырын түсегіші қорқынышты. Тіпті батыл және қорқып кетті. Бірақ ол бірінші түседі. О не, сәттілік. Кездескенше. Окей. Мен қорқып тұрмын. Бұл шынымен де қорқынышты. Егер қатты түсірсе, Джессур жылап жіберуі мүмкін. Лиса келесі. Ақырын түсіріңіздерші, ақырын түссек бәрі жақсы болады. Айтарға сөзім жоқ, қобалжытып жібереді екен. Ол бірінші. Олар мені ақырын түсірсін деп айта салшы. Сен қалай отырасың? Ой, мына қорқынышты ғой. Мен елестеткеннен қарағанда әлдеқайда қорқынышты екен. Мәссаған, расымен де қорқынышты, е? Бұл әзіл емес, расымен де қорқынышты. Ақырын түсіріңіз, өтініш. Мен қатты қорқамын. Олар маған таңдауыңа болады, деді. Жоқ, окей емес. Мен оған әлі қайтарамын. Ол мені ақырын түсіремін деп айтқан еді. Чионың саяхаты аяқталды. Бұл өте көңілді болды. Өте қорқынышты. Бұны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Меніңше барлығына ұнады деп ойлаймын. Сондықтан да өзімді жеңіл сезініп тұрмын. Егер зиплайнды байқап көрмегенімізде, бұл масқара болушы еді. Осы зиплайнның арқасында саяхатымыздың ерекшелігі арта түсті. Бұның қолынан келетініне 100% сендім, себебі қасымда қыздар болды. Осының арқасында өмірімде қайталанбас сезімдерді сезіндім. Бұл ұмытылмас тәжірибе болды. Аяқтап болмай жатып, жаңбырда аяқталып қалыпты. Чионың саяхатынан кейінгі тізімде кім еді? Мен ұйықтағым келіп тұр. Қайырлы түн. Иса, қорылдамаш. Самуидегі саяхаттың таңдаулы түрі тай массажы. Жай ғана жату, массажға бару. Саяхаттың демалу түрі өте жағымды әсерлер. Олар біздің не істеп неменен алысқанымызды білмейді деп ойлайсың ба? Білмейтін шығар. Емделу уақыты. Мен қазір ұйықтап қаламын. Стресстен арылу уақыты. Бұл жайлылық сыйлайды, өте керемет сезім. Саяхаттың ең соңғы нүктесі әрқашанда массаж болу керек. Ауырып тұрма, еще гидроциклге 2 рет мінемін деп. Оның үстіне бүгін зиплайнда өте көп кәсендік. Мүлде қорқынышты болған жоқ. Ал маған қорқынышты.
Мен өте қатты қорықтым. Сен сондай ержүрек болдың. 이미 늦었더라. Менің саяхатым қалай өтіп жатыр? Керемет, сенікі бәрінен қатты ұнап тұр. Саяхат ұйымдастырушы көңілді. Мына аяққа қарап кімнің бөлмесі екенін түсініп тұрған боларсыздар. Чион қалай екен? Маған ұнады. Мына массаждың түрі мүлде басқаша. Міне сол үшін де көпшілігі тай массажын ұнататын шығар. Менің денем рахаттанып жатыр. Мен ұйықтамақшымын. Ал мен ұйықтап қалдым. Қазір қай жеріңе массаж жасап жатыр? Сен осындасың ба? Дым білмей ұйықтауда. Мына дауысты сендерде естісіңдер ме? Оянды. Және бір рет. Тағы ма? Меніңше сен ұйқылы ояу секілдісің. Сенің буындарың өте қатты. Джесу оянғанша аспан ұйқыға дайындалып жатыр. Біздің самойдегі ең соңғы түніміз келіп қалыпты. Күтпеген жердегі көз түйісуі. Рахмет. Рахмет. Самойдегі соңғы түн. Қыздардың мерекелі көңіл-күйі көтерілуде. Біз бұл жерге бірінші күні келіп едік, енді соңғы күні. Біз Лисаның отанына келдік, Таиланд. Бірінші рет біз бұл жерге жұмыс істеуге емес, демалуға келдік. Міне сол үшін де алғысым шексіз, менің де. Қыздардың бірге жүргеніне 5 жылдан асты. Бірақ олар бірінші рет саяхаттауға бірге шықты. Меніңше біздің жолымыз болды, бұл саяхатқа шыққанымыз. Біз бұл жерден керемет естеліктер алдық. Мені Лисаның неге көңілді екенін енді түсінген секілдімін. Қане Кореяға оралғанша осы көңілді көңіл-күйімізді жоғалтпайық. Жаңа жылда неменен алысқыларың келеді? Орындағыларың келген тілектеріңді айтам. Біз көңілімізде барлығымыз бір нәрсені қалайтын секілдіміз. Жаңа альбом шығару. Мен де рас айтам. Қыздардың қалауы мен тілектері бірдей. Әннің сәні маңызды емес, ең бастысы олардың мағынасы мен сапасы. Мен сол үшін өте жақсы жұмыс істейтін боламын. Одан кейін альбомның сыртын жақсылап ойластыру және тизерлерінде ойластыру барлығын және солайша жарыққа шығару. Біз бұндаймен әлі бір рет айналыспадық. Біздің бірінші альбомымызды өте қатты күтудемін. Тезірек альбом шығарып, фанаттармен көбірек уақыт өткізгім келеді. Қандай да бір ерекше жиында, шамамен концерт секілді. Менің қалайтыным альбом мен лайтстик. Көп ұзамай бізде лайтстиктер пайда болады. Иә, бұған аз қалды. Жақында шыға ма? Жақында ма? Сендердің барлық армандарың орындалады. Соңғы сөзді Чиёнға береміз. Біз жылы Таиландта болған кезімізде біздің суып қалған денеміз бен жүрегімізді жылытуға көбірек уақыт болды. Сондықтан да біз Кореяға оралған кезімізде және жаңа 2018 жылды қарсы аламыз. Сол уақытта жақсы жетістіктерге жету үшін жақсылап тырысайық. Қане қолымыздан келгеннің бәрін жасайық. Біздің қолымыздан келеді. Бұл біздің бірінші саяхатымыз Таиландтағы. Мен ойлаған едім, бұл біздің қолымыздан келер мекен әлде жоқ па? Біз демін еркін көңіл көтердік, тек төртеуміз ғана. Және бұл өте керемет болды. Мен бұл жерден кеткеннен кейін де бұл уақытты жиі есіме алып тұратын боламын. Себебі бұл жерде өте көңілді, өте көп уақыттар қызықты өткіздік. Әрбір күніміз тосын сыйға толы болды. Біз бірге Таиландқа бірінші рет келдік. Бұл өте көңілді болды. Саяхаттағы ең бастысы көрген адамың мен барған жерлерің. Мен өзі танымның қызық жерлерін қыздармен бөліскеніме өте қуаныштымын.
있는지 Енді олар маған бір қадам жақын бола 보여줄 түсті. 수 있는 게 Мен бұл 너무 үшін өте 되게 қуаныштымын. 기뻤었어요. Олар тек армандай алатын орындар шындыққа айналды. Олар тек айта алатын әңгімелер өңіне айналды. Олардың Бангкок пен Самуидегі жерлерден арманы қалған жоқ. 빨리 가고 싶다. 완전 재밌을 것 같아. 야야야야. 엄마. 여기다 여기다. 어 귀여워. 야, 빨리 가자. 눈이 너무 많이 와. Killing me so